Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің YouTube арнамда сабақта қолданылатын әртүрлі интеллектуалды ойындар, сабақты қызықты өткізу үшін іс-шараларға, одан кейін ашық сабақтарға керекті осындай шаблондарды таба аласыздар. Жалпы бүгінгі мен сіздерге көрсететін ойын бұл күлтегін зияткерлік ойыны YouTube арнасында бар. Ол Түркістан телеарнасынан көрсетілген 2 жыл алдын, 1 жыл алдын шыққан не. Енді осы бойынша мен шаблон құрастырып шықтым. 5 кезеңнен тұрады. Қазір көрсетем. Бірінші былай негізі ашып көрсетейін. Ең бірінші бетінен мен бастап ашайық пока слайдпен, даусымен. Өзінің дауысы осылай күлтегін интеллектуалды зияткерлік ойыны. Ойынды бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Ойынымызда кезеңдері. Бірінші кезең бізде дарабоз, екінші кезең IQ дода, құпия сандық, үшінші кезең алтын қақпа, одан кейін IQ таным деп аталатын 5 кезеңнен тұрады. Ең алдымен бірінші дарабоз кезеңі. Дарабоз кезеңінде қалай болады? Әр топқа 15 сұрақ қойылады. Мына жерде уақыт бар, уақыт қосып қоямыз. Бірінші топты шығарамыз мына жерде. И 15 мына жердегі уақыт бұл 30 секунд. Осы 30 секундтың ішінде, яғни тура сол ойынның өзінде 30 секунд сияқты қойылған. Осы аяқталғанға дейін сұрақ қойылады. Неше сұраққа дұрыс жауап береді, соны былай балл беріп отырамыз. Мысалы 5 балл, бір сұраққа дұрыс жауап берсе 5 балл. Әр сұраққа дұрыс жауап берген кезде 5 баллдан беріледі. 10, 15, 25 деген сияқты сөйтіп балл беріледі. Былай басып бүйтіп балл беріп отырамыз. Одан кейін мынау уақыт аяқталғаннан кейін тоқтайды. Мынау мысалы бірінші осы 15 сұрақтан 25 балл алады мысалы. Осындай болады. 30 секундтың ішінде 15 сұрақ оқылады. 15 сұрақтың барлығы оқылып бітсе, мынаны тоқтатсаңыздар да болады. Я болмаса осы уақыттың ішінде үлгермей қалуы да мүмкін. Соңына дейін бітуі мүмкін. Мысалы айтып оқып, сұраққа дұрыс жауап берді. Аяқталғаннан кейін осы аяқталады. Одан кейін келесі топ. Келесі топта тура сол уақыт қосып жібересіздер. Мынау мен бағалап отырасыздар. Мен қазір өшіре салдым, өзі өшкен жоқ, мен басып өшірдім. Одан кейін үшінші топ. 3 топ қатысады. Бұл күлтегін ойынында. Екінші кезең IQ дода деп аталады. Бұл жерде осындай ұяшықтар таңдайды. Әр топ өздері таңдайды. Мысалы 20, сарыдан 20 деп айтады. Осылай ашылады. Мына жерде сұрағын ашып жібереміз. Жауабын шығарамыз. Дұрыс жауап берген болса мынаған барамыз. Дұрыс. Уақыт бар, міндетті түрде қолдансаңыздар болады. Керек емес болса қолданбаймыз. Басты бетке басамыз. Мына жерде жаңағы таңдалған ұяшық жоғалып отырады. Жасылдан 40 мысалы. Таңдайды, сұрақ шығады. Қате жауап берсе қате дейді. Басты бетке ораламыз. Осылай бәрін аша береді. Барлығы істейді. Бұл жерде барлығын ашудың қажеті жоқ. Уақыт кетіп. Сол себепті келесі кезең. Келесі кезең құпия сандық. Бұл жерде 3 сандық бар. Сандықтарды ашады. Мысалы 3 топқа 3 сандық. Сұрақ шығады, жауап береді, тексереміз. Өте қарапайым. Видео сұрақтар қойсаңыздар болады енді. Өзіне айтамын. Мына жерде одан кейін алтын қақпа кезеңі 5 неден тұрады. 5 қақпа. Бұлардың барлығын мен ойлап тапқан жоқ. Мен сол видеодан көріп, сол кезеңдер бойынша құрастырдым. Барлығында уақыт бар. Мен қосып атқан жоқпын, уақыт кетеді деп қысқа өткізіп жатырмын. Жоғалып кетеді. Мен таңдағанымыз. Келесі кезең таным деп аталады. Бұл жерде осылай мен категория деген жерге бұл жерде тақырыптар жазылады. Мысалы химия, логика болсын, мәдени мұрат, бір нәрсе болсын. Қандай тақырыптар бар. Сол тақырыптар бойынша пәндер болсын, или болмаса бір еркін тақырыптар болуы мүмкін. Солар бойынша тақырыптар қойылады. И сол бойынша сұрақтар болады. Бұл жерде қалай таңдайды? Мысалы категориясын айтады. Логикадан, сарыдан, болмаса логика, қызыл, көк деген сияқты таңдайды. Барлығында 30 балл беріледі бұл жерде. Осылай жауабын басып шығады. Уақыт бар. Соңында аяқтау арқылы аяқтаймыз. Енді мен бәрін біліп көрсетудің қажеті жоқ. Барлығы істейді. Міне барлық шаблон тұр. Жалпы слайд саны 42 слайд. Бұл жерде сіздер не істейсіздер? Бұл шаблон керек болса сабақта қолданамын десеңіздер, алсаңыздар болады. Аласыздар. 15 сұрақты бұл жерде параққа жазып аласыздар. Сол бойынша сұрақ қоясыз. Мына жерде тек қана бағалаймыз. Ал қалған сұрақтарын осы слайдтың ішіне жазып шығасыздар. Мына жерге копировать етіп қойылады. Болмаса теріп жазсаңыздар да болады. Есепте жазылады. Видео сабақ болса ол да қойылады. Видео сұрақтар мысалы. Мына сандық ашу керек болса ашады.
мына жерде видеоны қоясыздар, видео сұрақ қойылады, жауап қаласыз, осыны шығарсаңыздар болады. Әрбір несі істейді, анимация қойылған, гиперссылка қойылған. Жалпы бұл ойынды сіздер YouTube арнасында көрген боларсыздар, көрмеген болсаңыздар YouTube'қа жазсаңыздар шығады, күлтегін зияткерлік ойын деп жазсаңыздар шығады. Сол бойынша құрастырылған қолдан келгенше. Енді ол бұл жерде сәл басқашалау түрлері де бар. Мысалы, қақпалар басқаша болуы мүмкін деген сияқты. Енді мен өзім құрастырып шықтым, соған ұқсас ретінде. Бұл ойын не істейді? Іс-шараға, мысалы, или болмаса ашық сабаққа да қолдануға болады. Қолдану бересіздер, кез келген пәнге қолдануға болады. Ойланады, қызығады, мысалы, барлығында өзінің зұлттары бар. Жалпы мен YouTube арнамдағы ойындарды көріп жүрген адамдар өзі түсінеді. Осы ойын керек болса маған жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтамын. Назарларыңызға рахмет.